أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Шуфа тарауы, шуфқа ақысын талап ету тақырыбын оқимыз. Өткен дәрісімізде шуфқа ақысы дегеніміз не екендігін қысқаша түсіндіріп өттік қарапайым түрде. Және шуфқа ақысы кімдерге тән екендігін де айтып өтті ғалым. Шуфқа ақысы деген жылжымайтын мүлік сатар кезде оған тікелей болсын, жанама болсын, ортақтастығы бар кісілерге алдымен ұсыну ақысы дегенбіз. Шуфқа ақысына ие адамдар үшеу болады. Біреуі мүліктің өзінде ортақтығы бар адам, екінші мүліктің өзінде болмаса да қосымша жанама құқықтарында ортақтығы бар адам. Мұны қазіргі тілмен сервитут құқы деп атайды екен. Сервитут құқығы. Үшіншісі іргесі бір көрші. Яғни әл-жарул муласиқ деп келеді. Дуалдары бір, есігі басқа жақтан шыққан көрші. Мысалы, қазіргі таңдағы пәтер иелерін айтсақ болады бұған. Әл-жарул муласиқ дегенге. Яғни іргесі жапсарлас болып тұрған көрші. Бұл да не екен? Шуфқа ақысына ие кісі екен. Өйткені қабырғалар бір, потолоктар бір мысалы. Бұлар жабысып тұрған көршілер үкімінде, сондықтан да шуфқа иесі болып саналады. Сумма ли жарин муласиқин деп келді. Бабуху фисиккатин ухра. Жабысып тұрған көршісі деді. Бірақ есігі басқа көшеден шығып тұрған. Ал енді шуфа ақысына қатысты хадистерде дәлел бар ма дегенде ойға келетін болса, ондай сахих хадистерде баршылық шуфа ақысына қатысты. Мысалы айтатын болсақ, сахаба Жабир радиаллаху анхудан мынандай хадис жеткен. Ардақ сахаба былай дейді: Қаба Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам бишуфати фи кулли ширкин лам яқсим. Алла елшісі әлі бөліске түспеген әрбір ортақ мүлікте қаба бишуфати шуфа ақысы бар деп үкім етті. Рабатин ау хаитин, мейлі ол баспана болсын, мейлі бау-бақша болсын дейді, шуфа ақысы бар деп үкім етті дейді пайғамбарымыз. Әрбір бөліске түспеген, лам яқсим, бөліске түспеген әрбір ортақ мүлікте. Ла яхиллу лаху ан яби'аху, сондықтан да өзінің ортақтасына, хатта ю'зина шарикаху, өзінің ортақтасына ескертпей, одан рұқсат сұрамай, оған ұсынбай, ан яби'аху, басқа біреуге сатуына рұқсат жоқ. Ла яхиллу, халал емес. Былайша айтқанда, фа инша ахада, егер ортақтасы қаласа өзі сатып алады, ва инша тарака, қаламаса бас тартады дейді. Фа ин ба'a ва лам ю'зинху фа хуа ахақ. Ал егер мүліктің иесі жаңа ортақтасына айтпастан басқа біреуге сатып жіберсе, мысалы жасырын, фа хуа ахаққу бихи, онда жаңа шуфқа иесі ол мүлікті қайтарып алуға құқылы дейді. Ахаққу құқығы басымырақ ол мүлікке. Мұны бұл хадис шуфа ақысы не дегенге әдемі түсініктеме болып отыр. Сол себептен де бұл хадисті айтып өттік. Ары қарай оқимыз. Бүгін шуфа ақысын талап ету шарттары жайында сөз етеміз. Шуфа ақысын талап ету шарттары үш түрлі болып келеді. Біріншісі, кешіктірме сатқан несие сала шуфа ақысын қолданатынын айту керек шуфа иесі. Екінші шарты, шуфа ақысын қолданатынына адамдарды куәландыру керек. Үшінші этапта болса, үшінші шарты болса, бір ай ішінде белгілі сатылған мүлікке шуфа ақысын қолданатыны жайында қазға арыз түсіруі керек. Бұл үшінші этап, егер жаңағыдай сатып алған адам қарсылық танытса. Ал енді сатып алған адам шуфа ақысын танып, жарайды деп өзінің райынан қайтып, мүлікті бұған беріп жатса, ақыға әрине сатқан ақшасына, онда үшінші этапқа қажет қалмайды. Әрі қарай кітаптан оқилық. Уаятлубуха фи маджлиси илмихи бил бай'i. Шуфа ақысын талап ету керек. Ятлубухада ха замирі шуфа ақысына кетіп жатыр. Уаятлубуха, шуфа ақысын талап ету керек. Қашан? Фи маджлиси илмихи бил бай'i. Мүліктің сатылғанын білген сәтте. Фи маджлиси илмихи бил бай'i, мүліктің сатылғанын білген сәтте жаңағыдай шуфа ақысын қолданатындығын айтуы тиіс. Мысалы, біреу оған мүліктің сатылғанын білдірген жерде шуфа ақысын қолданатынын ашық айтқан болу керек. Ал егер сол сәтте ештеңе айтпай кетіп қалса, мысалы, немесе үндемей қойса, шуфа ақысын қолдану құқығы жойылады сол сәтте. Демек, бірінші шарты, мүлік сатылғанын білген сәтте шуфа ақысын қолданатынын айтуы керек екен. Ва хуа талабу муасабатин. Мұны жедел мәлімдеу талабы деп атайды.
яғни шуфа ақысын жедел мәлімдеу талабы. Сумма одан кейін ол көрші немесе ортақтас юшхиду аля толабихи өзінің шуфа ақысын сұрайтындығына юшхиду куәландыру керек адамдарды. Бұл да екінші шарты. Ал енді ол қалай жүзеге асады? Бұл екіншісі болса куәландыру талабы деп аталады екен. Бұл қалай жүзеге асады? Айндал ақари, сатылып кеткен жылжымайтын мүліктің қасында куәландыру ісі жүзеге асады. Яғни мүліктің сатылғанын ести сала шуфа ақысын қолданатынын айтады, одан кейін тұрып сол жылжымайтын мүліктің қасына барып адамдарды куәландырады. Мына үйді пәленше түгенше сатып алыпты, мен оның ортақтасымын, мен шуфа ақымды сұраймын, сендер куәсіңдер деп мысалы сөйтіп жылжымайтын мүліктің қасына барып адамдарды куәландырады. Немесе немесе сатушы қол иесінің қасында талап етіп куәгер қылады адамдарды куәландырады. Демек, екінші шартын қолданатын кезде, жүзеге асыратын кезде жылжымайтын мүліктің қасына барып айтады екен адамдарға, мен шуфа ақысымды қолданамын деп. Немесе сатушының қасына барып яғни ол мүлік иесінің қолында болса әлі, сол сатқан адамның қасында адамдарды куәландырады екен шуфа ақысын қолданатын жайында. Қол иесі деп отыр, яғни мүлікті әлі сатушыға табыстамаған болса. Ал енді мүлікті сатып алушыға табыстап қойған болса, онда мүштәри сатып алушының қасына барып жаңағыдай шуфа ақысын қолданатындығын мәлімдейді. Осылайша адамдарды соның қасында куәландырады. Егерде ол мүлік оған керек болса. Ал енді ол мүлік оған керек болмаса, немесе сол сатылғанына разы болса, үндемесе болады. Әрі қарай оқимыз. Егер шуфа иесі осы аталмыш екі талаптың бірін кешіктірсе, батолат, шуфа ақысы жойылады. Мысалы, мүліктің сатылғанын ести сала үндемей кетсе, немесе ешкімді куәгер қылмаса, шуфа ақысын қолдана алмайды екен. Осы жедел түрде осы екі шартын қолданған болу керек. Осы екі шартын орындағаннан кейін, ол екі талапты орындағаннан кейін, үшінші етапта шуфа ақысын қазының алдында сұрайды. Қазыға арыз түсіреді шуфа ақысын талап етіп. Бұл үшінші талапты кешіктіріп орындаса болады. Яғни бір ай ішінде қазыға шағымданып, қазыға арыз түсіріп үлгеру керек. Алайда өтінішін бір ай кешіктірсе, табтулу инда Мухаммадин рахимахуллаху таала. Имам Мұхаммедтің байлауы бойынша шуфа ақысы жойылады. Яғни өзірсіз, ешқандай себепсіз бір ай бойы ол ақысын үшінші шартын орындамаса, ол кезде шуфа ақысы жойылады. Қазы айтады, бір ай бойы қаяқта жүрдім дейді мысалы. Сөйтеді, шуфа ақысын жойып жібереді де, сатып алушының саудасын заңды деп таниды. Ал мысалы ауру себепті немесе қамалу сияқты осындай үзірлер себепті кешіктіріп жатса, оған жеңілдік бар. Ол кезде оның үзірін назарға алады қазы. Деді. Имам Мұхаммед бойынша бір ай кешіктірсе ақысы жойылады деді. Осы көзқарас бойынша пәтуа беріледі. Яғни имам Мұхаммедтің бір ай кешіктірсе жойылады деген пәтуасы Ханафи мазхабында негіз болып саналады. Әрі қарай оқимыз. Шуфа иесі қазыға келіп ақысын қолданатынын айтқаннан кейін, сот дауласушыдан сұрайды. Яғни мүлікті сатып алған адамнан сұрайды. Мұның ортақтығы бар ма еді деп жаңағыдай сатып алушыдан сұрайды екен. Егер ол, яғни сатып алушы, талапкердің шуфа ақысын талап еткен мүлікке иелік ететінін мойындаса, шуфа ақысын талап еткен мүлікке иелік ететіндігін сол сатып алған адам мойындаса, оның шуфа ақысы бар екен деп мойындаса, немесе немесе бас тартса, неден бас тартса, ант етуден бас тартса. Бас тартса деген сөз, анил халифи, ант етуден бас тартса. Неге ант етуден бас тартса? Оның да иелігі ететіндігін, білмейтіндігін ант ішуден бас тартса.
мысалы қазы сұрайды, мынаның иелігі бар ма, бұл ортақтығы бар ма бұл мүлікте десе, ол жаңағыдай жоқ, мен білмедім оның ортақтығы бар екендігін деп сатып алушы сол жерде өзін білмегендігін алға тартса, қазы оған ант етуін жаңа сұрайды. Егер ант етуден бас тартқан жағдайда деп отыр. Ау бархана аш-шафиу лима шафаа. Немесе шуфха иесі айғақ келтірсе, яғни оның да ортақтас екендігіне айғақ келтірсе сол мүлікке. Мына жердегі лима шафиа сабата милкуху лима деген сөздері, бұл сөздер артық сөздер болып саналады. Негізгі басқа нұсқаларында бұл жоқ, және шарх кітаптарында да бұл сөйлем бұл жерде орын алмаған. Сол себептен ау бархана аш-шафиу саалаху деп жалғастырып оқып кете береміз. Шуфха иесі айғақ келтірсе деді, оны өзінің ортақтас екендігіне, мүлікке ортақтас екендігіне айғақ келтірсе, саалаху ани шираи. Ол кезде жаңа сатып алушыдан сатып алғаны туралы сұрайды. Сен шынымен бұл мүлікті сатып алдың ба, сатып алмадың ба деп сұрайды. Фа ин ақарра бихи. Егер ол сол сатып алған адам сатып алғанын мойындаса, яғни иә мен сатып алдым десе, ау накала анил халифи. Сатып алмағанына ант ішуден бас тартса, мысалы жоқ мен бұны сатып алмағам, маған бұны сыйға берген десе, сосын онда сен ант ет десе, мысалы жоқ мен ант етпеймін деп бас тартқан болса ондай жағдайда, яғни сатып алмағанына. Ау бархана шафиу, немесе шуфа иесі оның сатып алу фактісін айғақпен дәлелдесе, мұндай жағдайда не болады екен? Қобба лаху биха. Қазы шуфа иесінің пайдасына биха, сол шуфа ақысының бар екендігін үкім шығарады. Енді бұндай я шуфа иесінің бұнда ақысы бар деп үкім шыққаннан кейін не болады? Фәлләзимаху, шуфа ақысын даулаушы тарап, фәлләзимаху ихбару самани, мүліктің құнын алып келуі тиіс болады. Уяхбису дара лаху, және мүліктің ақшасын алып келгенге дейін сатып алған адам үйді бермей тұрады. Әл-мүштәри деген сөз, яғни сатып алған адам әд-дара, жаңағыда үйді, мүлікті, лаху, және мүліктің ақшасын алып келгенге дейін сатып алған адам үйді бермей тұра алады. Үйді бермей тұра алады. Атын аудармай тұрады. Ақшаны әкел, содан кейін атын аударам деп. Ондай ақысы бар. Міне шуфа иесін талап ету тақырыбы осы жерге дейін оқыдық. Ары қарай иншалла келесі дәрісте жалғастырайық. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.